Бет қызарып, сөздер шатасып, жүрек соғысы тез, алақан теріліп, адамның тез жерге кіріп кеткісі келген сезімді біз ұят деп атаймыз. Ұят деген сөзді қазір көп жерде естуге болады, әсіресе біздің қоғамда. Бүгін біз ұяттың неден, не үшін пайда болады, және де онымен қалай күресуге болады, және күресу қажет пе, сол туралы талқылап көрейік. Ұят бәрімізге интуитивті түрде таныс болса да, сонымен қатар барлық мәдениеттерде кездессе де, бұл сезімді бір мағыналы анықтау қиын. Бұны әр түрлі түсіндірсе болады. Ұят маңызды құндылықтар мен адамның жеке абыройына тиіскенде пайда болады. Адам өзі туралы мен жаманмын және дұрыс істемедім деп ойлайды. Әр түрлі тілдерде эмоциялар әр түрлі аталып бөлінеді. Кейбір тілдерде бір сезімге бірнеше ат қою мүмкін. Мысалы, біз қазақ тілінде ұят туралы айтқанда, оның айырмашылықтарын ажыратпай сөйлейміз. Қытайлық мандарин тілінде ұят туралы 4 ұғым бар. Тіл құралдары эмоцияны жақсы немесе нашар суреттеуге, түсінуге және өзіндік эмоционалды мәдениетті қалыптастыруға көмектеседі. Ғылыми әдебиеттерде ұятты көбіне кінәмен байланыстыра сипаттайды. Мәселе, ұят пен кінәнің арасында айырмашылықты білу осы эмоцияларды реттеуге көмектеседі. Кінә пайда болу себебі, мысалға, біз әжеміздің бір сүйікті кесесін сындырдық. Ол кезде біз өзімізді кінәлаймыз. Ал ұялу бұл менің жеке қасиеттерім және сол қасиеттерден түңілуді білдіреді. Мысалы, мен өзіме ұялып отырмын, өйткені мен әдемі сөйлей алмаймын немесе ұқсынсызбын. Біз өзімізді кінәлі сезінгенде кешірім сұраймыз және жағдайды тезірек түзетуге тырысамыз. Бірақ ұялған кезде біз жай ғана жерге батып кеткіміз келеді. Сонда ешкім ешқашан біздің қаншалықты жаман және қате екенімізді білмейді. Кінә әрдайым әрекетке әсер етеді, ал ұят әрқашан адамның өзінің жеке тұлғасын қозғайды. Осы айырмашылықтарды түсіну сізге нақты қандай жағдайды бастан өткізіп жатқаныңызды түсінуге көмектеседі. Ұят, кінә немесе екеуі де ма? Сіздің эмоцияларыңызды атап, олардың сипаттамаларын білу пайдалы. Өйткені бұл өзіңізді және сіздің қажеттіліктеріңізді жақсы түсінуге көмектеседі. Әлеуметтік эмоция дегеніміз ол басқа адамдардың саған деген реакциясы. Олар саған қалай қарайды? Мақұлдап па немесе айыптап па? Осыны әлеуметтік эмоция деп атайды. Әлеуметтік эмоцияға ұяттан басқа кінә, қызғаныш, тәкаппарлық, жанашырлық жатады. Қуаныш немесе ашу сияқты негізгі эмоциялар әлеуметтік эмоцияларға жатпайды. Олар тек адамның өзіне маңызды заттарға байланысты. Сондықтан көптеген зерттеушілер былай айтады: басқалардың көзқарасы ұятты қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Өзіңізге сырттан қарау, сіз туралы басқалардың пікірін білу қабілеті. Ұят өзінің алғашқы құрылымында біреудің алдындағы ұят. Мысалға, мен жай ғана ыңғайсыз немесе арсыз қимыл жасадым, бірақ оны ешкім көрмеді. Мен ұялмаймын. Бірақ содан кейін мен кенеттен басымды көтеремін. Мұнда біреу болды және мені көрді. Мен бұл ісімнің барлық арсыздығын бірден түсініп ұяламын. Сонымен екінші адам көргенде біз ұяламыз. Осыны әлеуметтік эмоция деп атайды. Ұяттың алғашқы тәжірибесін біз көбіне ерте балалық шақта аламыз. Мысалға, біз бір зат істесек, сол кезде ол зат ата-анаға ұнамаса, олар бізге ол істеген затымыз дұрыс емес және ұят деп айтады. Үлкейген сайын ұятты сезіну үшін бізге басқалардың нақты қатысуы азаяды. Біз өз қиялымызда біздің барлық әрекеттерімізді бағалайтын басқаның бейнесін қалыптастырамыз. Бұл өзімізді лайықсыз және жаман нәрсе істеп жатқанымызды сезінбеуіміз басқа адамдардың бағалауына байланысты. Алайда ұяттың әлеуметтік эмоция екенін білгеннен кейін, біз қоршаған әлеумет туралы әңгімеге беріліп кетуіміз мүмкін. Алайда ұят ол дененің реакциясы екенін білуіміз қажет. Голланд приматологы Франц де Валь өзінің адамгершілік бастауы кітабында приматтардағы адамды іздеуде осыған ұқсас реакцияны шимпанзелерден де байқауға болатынын атап өтті. Кінәлі маймылдар тізе бүгіп, басшының алдында шанмен жорғалайды. Адам ағзасы ұятты одан да айқын көрсетеді. Біз бақылаусыз қызарамыз. Франц де Валь ұят туралы былай айтады: эволюциялық тұрғыдан ұят барлық жағымсыз физиологиялық реакциялармен біздің өмір сүруіміз үшін өте маңызды. Ұят біздің іс-әрекеттерімізді басқаларға қалай әсер ететінін түсінетінімізді, басқалармен қарым-қатынас жасауға және қате болған жағдайда түзетуге дайын екенімізді көрсетеді.
иә және де жоқ. Эволюциялық тұрғыдан ұят және кез келген басқа әлеуметтік эмоциялар күрделі әлеуметтік құрылымды сақтауға көмектеседі. Адамзат көп нәрсеге қол жеткізді. Өйткені біз түр ретінде жақсы ынтымақтастық жасаймыз және бірлесіп жұмыс жасай аламыз. Бірақ ұятты сезіну қабілеті бұл бір нәрсе, ал бізде кездесетін жағдайлар мүлдем басқа. Бұл жерде мәдениет маңызды рөл атқарады. Тағы бір қызықты ұят туралы теорияны жазған адам Рут Бенедикт. Ұят призмасы арқылы мәдениеттің классикалық көрінісі американдық антрополог Рут Бенедикттің «Хризантема және қылыш» атты кітабында Американы кінәлау мәдениеті, ал Жапонияны ұят мәдениеті деген еңбектерінде келтірілген. Жамандық жасаған американдық өзін кінәлі сезінеді. Бұл оған өкінуге және іс-әрекетті түзету әрекеттерін жеңуге көмектеседі. Ал өз кінәсін біліп, оны жөндеген жапондықтарды жеңілдете аламайды. Кінәнің орнына ол өзін ұялтады және өзін қоғамнан оқшаулау туралы шешім қабылдайды. Рут Бенедикттің теориясы танымал болды. Көп ұзамай барлық мәдениеттер ұят және кінәлау мәдениеттеріне бөлінді. Қазіргі антропологтар әр мәдениетте ұят та кінә болатынын еске салады. Ал Рут Бенедикттің классификациясы қандай эмоциялардың белгілі бір қоғамға қатты әсер ететінін түсінуге көмектеседі. Американдық жазушы және философ Брен Браун адам өзінің ұятына тап болғанда не болуы мүмкін екенін түсіндіреді. Әр қоғам нені жария ету керек, нені жасыру керектігін өзі шешеді. Кейде біздің жеке және қоғамдық нормаларға деген субъективті көзқарасымыз қоғамда қабылданғанмен сәйкес келмейді. Кейде бұл нормалар ескіріп, немесе бізге сәйкес келмейді. Бізді ұятқа қалдыратын бұл қоғамның нормалары ма, әлде өз қағидаларымыз ба? Екі бәсекелес теория бар: автономды және гетеронормативті ұят. Автономды ұят теориясы біздің құндылықтарымыз бен қағидаларымызға қайшы әрекет еткенде ғана біз бір нәрседен ұялатынымызды айтады. Мысалы, мен үшін жұмысты уақытында тапсыру маңызды, бірақ менің уақытым жоқ. Бірақ мен өзім үшін маңызды нәрсені бұзғандықтан мен ұяламын. Ұяттың гетеронормативті теориясы мен өзім өмір сүретін қоғам үшін маңызды нормаларды бұзған кездегі ұялу. Егер қоғам әрдайым және барлық жерде жетістікке жететін адам бейнесін тәрбиелейтін болса, онда мен барлық мерзімдерді бұзғаным үшін өзімнен ұяламын. Әрбір теорияның пайдасына көптеген дәлелдер келтіруге болады. Ұяттың неліктен жағымсыз болатынын түсіну үшін ұяттың өзіне жүгініп, өз-өзіңізге мынандай сұрақ қоюыңыз қажет. Мынаған мен неге ұяламын? Мұның артында қандай нормалар жатыр? Олар жеке мен үшін маңызды ма, әлде көпшілік басшылыққа алатын норма ма? Кейде біз өзіміз үшін маңызды нәрсе туралы ұяламыз. Сонда ұят бізге нақты не істеп жатқанымызды көруге көмектеседі. Болашақта біз бұл әрекетті қайталамай өзімізді түзей аламыз. Бірақ кейде біз өзіміз келіспейтін нәрседен ұяламыз. Сонда не істеу керек? Философтар мен психотерапевттер бұл нормаларға күмәндануға, олардың жеткіліксіздігін мойындауын қажет деп айтады. Қоғамның ынталандыратын ұятты талдай отырып, біз өзімізді және мәдениетімізді жақсы түсінеміз. Егер әлеуметтік нормалар сізді қанағаттандырмаса, күмән оларды өзгертуге көмектеседі және өзіңізден ұялуды тоқтатады. Ұят туралы ойлану және сөйлесу маңызды. Мұны байқап қана қоймай, өзімізді және өзгелерді неге ұялтып отырғанымызды тексеру қажет. Содан кейін мүмкін ұят біздің досымызға айналады. Бұл бізге ынтымақтастықты жақсартуға, өзіміздің және басқалардың шекараларын құрметтеуге көмектеседі, немесе әлеуметтік нормаларды қалай өзгерту керектігін айтады. Сіздермен бірге болған ойлар каналы. Каналға тіркеліңіздер және лайктарыңызды басыңыздар.